Эфирде үкімет пен әлеумет бағдарламасы ендігі кезекте еліміздің электрондық үкіметіне арналған электрондық азамат айдарында. Болашақ халықаралық бағдарламасына құжаттарды электронды түрде тапсыруды қазіргі таңда отандастарымыздың бірі білсе, бірі біле бермейді. Сондықтан осы айдарымызда біз болашақ бағдарламасына электронды түрде құжаттарды тапсыру жайынан хабардар боламыз. Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер? Бүгінгі таңда ЕГОВ электрондық үкімет порталы арқылы болашақ халықаралық бағдарламасына құжаттарды тапсыру мүмкіншілігі туып отыр. Ендігі кезекте мен сіздерге қалай құжаттарды тапсыру керек екенін түсіндіріп өтемін. ЕГОВ.нүкте сайтындағы бастапқы беттен кіру сілтемесін басасыздар. Және де өз ЖСН-іңізді енгізесіздер және пароліңізді енгізесіздер. Одан соң жүйеге ену батырмасын басасыздар. Сол кезде бірнеше бөлімшелердің арасынан білім сілтемесін басып, ол жерден Қазақстан Республикасы Президентінің болашақ халықаралық стипендиясын алуға, конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау сілтемесін басасыздар. Әбден ережелермен таныс болғаннан соң, қызметке онлайн түрде тапсырыс беруді сілтемесін басып, ол жерден өзіңіздің ЖСН-іңізді және қай категорияға сәйкес келетініңізді көрсетесіздер. Мен қазір сіздің алдыңызда құжаттарымды тапсырамын. Өз ұялы телефондарымды көрсеттім және электрондық поштаңызды көрсетесіздер. Құжаттарды қандай форматта жүктеуге болады? Өз электрондық поштаңызды енгізгеннен соң, төменде көрсетілген ұяшықтарға өзіңіздің құжаттарыңыздың электрондық түрін PDF, TIFF немесе JPEG форматында орналастыруыңыз қажет. Барлық құжаттарыңызды жүктеген соң, бұдан әрі сілтемесін басасыздар. Осымен бірінші қадам аяқталды, яғни деректерді толтырдыңыз. Екінші қадамда сіз сертификатыңыздың қолын қоюыңыз қажет. Яғни бұл жерде өзіңіздің сертификатыңызды таңдайсыз алдын ала. Одан соң өзіңіздің құпия сөзіңізді енгізесіз және қол қою батырмасын басасыздар. Толтырылған құжаттар неше күн ішінде қаралады және жауабын қайдан білеміз? Сіз құжаттарыңызды тапсырғаннан соң, сіздің құжаттарыңыз халықаралық бағдарлама орталығы акционерлік қоғамдастығында бір күн ішінде қарастырылады. Және сіз жауабыңызды дәл осы порталдан жеке кабинетіңіздің ішінен қызметтерді алу тарихы сілтемесінен көре аласыздар. Міне өзіңіз көріп отырғандай, құжаттарды тапсыруға аз ғана уақыт кетті. ЕГОВ электрондық үкімет порталын қолданыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.